Сонымен Газа секторындағы ұрыс қимылдары, соғыс қимылдары тоқтауға жақын Хамас пен Израиль бір келісімге келді. Алдағы уақытта соғыс қимылдары болмайды деген үміттеміз. Жалпы мен бір түсінгенім, Газа халқына негізгі гуманитарлық көмекті жіберіп жатқан, шулаған, былайша айтқанда Газа халқының жасалып жатқан қиянатты ашық түрде айыптаған әрине ол басты кезекте Еуропа елдері, Испания, Франция, Англия, Италия секілді елдер былайша айтқанда Израильге қысым жасау арқылы соғысты тоқтатты десек те болады. Жалпы гуманитарлық көмектің 70%-ын жіберіп жатқан Еуропа елдері. Білесіздер, Испанияда қаншама азаттық фото шығып, оны қанша рет Израиль тоқтатып тастады, 27 кемені гуманитарлық жүк артқан. Бүгін міне соғыс қимылдары тоқтағаннан кейін Газаға келіп жатыр гуманитарлық көмек. Біріккен ұлттар ұйымының көмегімен Қызыл Крест ұйымының көмектері ағылып жатыр. Босқындарды, Палестинадан қашқан, Сириядан кеткен, Алжирден, Мароккодан кеткен босқындарды қабылдайтын Еуропа елдері жұмыс тауып беретін. Былайша, біз мұсылмандар тағы соларды айтпаймыз, ой, кәпірлер, Еуропа азғындалып кеткен деп қоямыз. Бірақ ассамблея мұсылмандарға сол маңдағы, мысалы, алжирлік, мароккалық, палестиналық, сириялық мұсылмандарға жұмыс тауып беріп отқан, нан тауып беріп отқан сол еуропалықтар ғой. Тағы біз оларды кәпірлер деп қоямыз.